Пияз күнделікті тағамға қосатын көкөністердің бірі. Оның пайдасын біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. Пияз ас қорытуға жақсы әсерін тигізеді. Иісі жағымсыз болғанымен, пайдасы орасан зор. Пияздың құрамында фитонцид деген зат болады. Ол ауру қоздыратын құрттарды, бактерияларды жояды. Сондықтан оны күнделікті тамаққа, салаттарға қосып отыру керек. Пияздың емдік қасиеті жайлы бірнеше кеңес ұсынамыз. Бірінші кеңес: ми тамырлары ауруларына, атеросклерозға пияз сөлі мен балды тең пропорцияда араластырып, бір ас қасықтан күніне 2-3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын, не болмаса тамақтан кейін 2 сағат өткеннен кейін қабылдайды. Екінші кеңес: пияздың сөлін денеге жара шыққанда, ұзақ уақыт бітіп болмаған жарақаттарға, күйген жерге жақсы өз әсерін береді. Үшінші кеңес: пиязды ұсақ етіп кесіп, кір сабынмен араластырып, кір сабынды уақтап турап алып, екеуін араластырып, жара үстіне жағып, бинтпен орап тастау керек. Күнде жаңасын әзірлеп жасап отыру керек. Сонда өзін жақсы әсерін береді. Төртінші кеңес: салқын тигенде тұмауға жылы сүтке пияздың сөлі мен балды араластырып ішсеңіз, жақсы әсерін тигізеді. Егер тамағыңыз ауырса, пияз сөлі мен балды араластырып, қасықпен күніне 2 рет ішіңіз. Бесінші кеңес: тұмау болғанда туралған пиязды 1-2 минут иіскеу керек, немесе сөлін мұрын айналасына жағу керек. Бұны тұмау жаңа басталып келе жатқанда істесе тиімді болады. Алтыншы кеңес: егер балаңыз тұмау болса, пиязды турап, ыдысқа салып, бала ұйықтайтын жерге бас жағына қою керек. Мұрны ашылып, жағдайы жақсы болады. Жетінші кеңес: егер жөтел болса, 40-50 грамм мейізге 200 мл қайнаған су құйып, жарты сағатқа қоямыз. Содан кейін 3 ас қасықтан пияздың сөлін қосу керек. Бұл тұнбаны жөтел кезінде күніне 1 рет жатар алдында 2-3 ас қасықтан қабылдауға. Сегізінші кеңес: қан қысымы жоғары адамдарға күніне 1 пияздан жеп тұру қажет. Тоғызыншы кеңес: пиязды үккіштен өткізіп, басыңызға салып, үстінен пакетпен жауып тастап, 30 минуттан кейін жуып тастайсыз. Шаштың түсуі тоқтап, жақсара бастайды. 10-шы кеңес: ол да шашқа жағуға арналады. Пиязды үккіштен өткізіп, жұмыртқаның сарысын біреу, бал 1 шай қасық, аздап су қосып, шашқа жағып, орап, кейіннен 1 сағат өткен соң жуып тастау керек. Шаштың түсуін тоқтатып, өсуіне көмектеседі. 11-ші кеңес: бүйрегінде тасы бар адамдарға пияздың 1 ас қасық сөлін күніне 2-3 рет ішуге болады. 12-ші кеңес: пияз қан құрамындағы қанттың мөлшерін азайтатын қасиеті де бар. Қант диабетімен ауыратындарға пияздан әзірленген сорпа пайдалы болады. 13-ші кеңес: егер сыздауық шықса, 1 пиязды пісіріп, содан кейін ортасынан қақ бөліп, ыстық күйінде сыздауыққа басып, дәкемен орап тастау керек. Осылай күніне 2-3 реттен жасаса, сыздауықтың кетуіне жақсы әсер етеді. 14-ші кеңес: жаңа сығылған пияз шырыны сперматозоидтардың дамуына, жетілуіне де ықпал етеді. Жыныстық қабілетті күшейтеді. 15-ші кеңес: пиязды пісірмей ащылай жегенде ауыз қуысындағы бактерияларды өлтіретін қасиеті болады. Пияздың пайдасы өте көп, бәрін бірдей айту мүмкін емес. Пиязды кейбір асқазан ішек жарасы бар адамдар қолдануға болмайды. Дәрігермен кеңесіп барып қолдану керек. Назарларыңызға рахмет.